Армысыздар, медицина сүйер қауым, сіздермен бірге мен Темірлан, және де бүгінгі видео сабағымызда біз нерв жүйесі бойынша бірінші жұп ми нервіне тоқталып өтетін боламыз. Бұл сабақта біз бірінші жұп ми нерві, сондай-ақ нөлінші немесе соңғы ми жұп нервін қарастыратын боламыз. Сондай-ақ осы нерв жүйесін оқу кезіндегі бір ерекшеліктерді, қалай оқу керектігін, жалпы осы нерв жүйесіндегі 12 мың жұп ми нерв туралы ақпараттар беріп кететін боламын. Ал ендеше біз өзіміздің сабағымызды бастайық. Ми нервтері немесе нерви краниалис. Біздің адам организмінде жалпы 12 жұп ми нервтері бар, және де жон нервтері бар, бірақ бүгін біз 12 жұп ми нервтері туралы сөз қозғайтын боламыз. Адам организмінде жалпы 12 жұп ми нервтері, бірақ та осыған қоса бізде 0 деген мына жақта тұру керек, яғни соңғы ми нерви. И давайте все вместе. Терминалисті де қосып санайды, яғни оның қызметі бізде әлі анықталмаған, бірақ та ол туралы ақпарат қазір алда слайдта шығатын болады. Жалпы біздің организміміздегі көптеген функцияларды атқаратын, сезімдерді қабылдайтын, және де қозғалтқыштық импульстарды жіберетін осындай 12 жұп ми нервтері бар. Оларға бізде иіс сезу нерві, яғни иіс сезуді қабылдайтын нерві альфакториус, бірінші жұп ми нерві, көру нерві, көз қимыл нерві, шыршық нерві, ішкөл нерві, әкететін нерв, осындай нервтерді ажырататын болады. және де біз алдағы уақытта осы 12 жұп ми нервтің барлығына тоқталып өтетін боламыз. Ал бүгінгі видео сабағымызда біз иіс сезу нерві менен соңғы нервке тоқталатын боламыз. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай, бұл нервтер бізден мида орналасатын болады, және де осы мидың әртүрлі бөлімдеріне келіп, осы жерге импульстарды алып келетін болады. Ал кеттік. Енді бұл ми нервтерінің дамуы, яғни бұл ми нервтері әртүрлі бөлімдерден дамитын болады. Бізде екі кітапта екі түрлі қылып жазғандай оқыдым, яғни бізде Колесников кітабында бұл ми нервтері осындай соңғы мидан, аралық мидан, яғни ми бөлімдерінен дамиды десе, ал Әубәкіров кітабында бізде бірінші, екінші жұп ми нервтері мидан дамитын болса, қалған нервтердің барлығы бізде неден дамиды деген, жұлыннан дамиды деген ақпараттарды оқуларыңызға болады. Ол енді сіздердің оқитын материалдарыңызға байланысты, және де сол сұрайтын апайларыңызға да байланысты болады. Егер сұрап жатса, осылай айтасыздар. Енді ми нервтерінің дамуы Колесников бойынша, яғни бізде бірінші жұп ми нерві соңғы мидан, теленцефалоннан дамитын болады. Ал екінші жұп ми нерві аралық мидан, диэнцефалоннан дамитын болады. Сіздердің көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бізде көріп тұрсыздар. Және де осы жерден біз 12 жұп ми нервтердің дамуының суреті осы жерде анық көрсетілген. 3-ші, 4-ші жұп ортаңғы мидан, қалған 5-ші мен 8-ші артқы мидан, ал 9-ші мен 12-ші жұп сопақша мидан дамитын болады. Осы суреттен сіздер ол ми нервтердің қай жерден дамитынын көрулеріңізге болады. Енді әрі қарай кеттік. Ми нервтерінің шығуы, яғни ми нервтерінің біз дамуын қарастырдық. Енді осы ми нервтері бізде орналасуы бар, одан кейін барып шығу бар. Біз бірінші олардың орналасуы туралы сөз қозғап кетейік. Жалпы бізде осы 12 жұп ми нервтері бас сүйек жүйкелерінің ядролары болатын болады мида. Және де солар бізде мида орналасатын болады. Енді бізде қарастырып көретін болсақ, 5-ші және 12-ші жұп ядролары негізінен ромб тәрізді шұңқырда орналасатын болады. Ромб тәрізді шұңқыр бізде ромб тәрізді шұңқыр, яғни жоғарғы бөлімі ми көпірінің артқы бетінен түзілетін болса, төменгі бөлігі сопақша мидың артқы, яғни жоғарғы бөлігінен түзілетін болады. Яғни осы ромб тәрізді шұңқырда бізде 5-ші мен 12-ші жұп ми нервтері орналасатын болады. Нақтырақ айтатын болсақ, яғни бет нервінің төмпешігінде бізде 6 менен 7-ші жұп нервтерінің ядролары орналасады. Жалпы бұл туралы ақпараттарды негізі сол нервтердің өздерін өткен кезде сөз қозғайтын боламыз. Қазір сіздер жалпы осы нервтердің ромб тәрізді шұңқырда орналасатынын біліп алдыңыздар. Сіздерге сол жеткілікті. Енді бізде 3-ші және де 4-ші жұп нервтердің ядролары ортаңғы мида орналасатын болады. 2-ші жұп бізде аралық мимен байланысатын болады.
бізде енді осы нервтердің ядроларын біз анықтадық. Енді осы нервтердің шығуы, яғни олар бізде ми негізінен шығатын болады. Жалпы олар бірінші мидан шығады. Мидан шыққаннан кейін бас сүйектің белгілі бір тесігіне бағытталады. Сол тесік арқылы шығып, ол бас сүйек қуысынан шығатын болады. Ол әрі қарай бас сүйек қуысынан шығып, мүшеге, немесе бір безге, немесе терінің бөліміне қарай бағытталатын болады. Ми қабықтарымен бірге жүреді. Ядролардың бас сүйектен шығу жерлері арнайы кестелерде беріледі. Яғни оларды сіздер алдағы уақытта алатын боласыздар. Бұл туралы біз мысалға ішкі нервтің талдауы кезінде осы туралы айтып өткен болатынбыз. Яғни ол бізде қай жерде орналасады, қай жерден шығады, және қандай жерлерді нервтендіреді. Мына жерде сіздерде подсказка тұр, ішкі нервті көрулеріңізге болады осы видеосабақ арқылы. Әрі қарай кеттік. Енді бізде нервтер шықты. Нервтер шыққан кезде ол бізде нерв талшықтары түрінде шығатын болады. Жалпы ядро деген не? Ядро деген сол жердегі нервтердің жиынтығы болып табылады. Нервтердің жиынтығы бізде әрі қарай шығатын болады. Ол шыққан кезде, яғни нерв талшықтары түрінде шығатын болады. Ол жерде бізде қимыл нейрондары болуы мүмкін, сезімтал нейрондарының талшықтары болуы мүмкін, және вегетативті нейрондардың талшықтары болуы мүмкін. Қимыл нейрондары ол бізде ми бағандары немесе ми нервтердің қимыл ядроларында жататын болады. Оны біз мысалға мида жататын нервтерді айтқан кезде байқайтын боласыздар. Қимыл ядролары, сезімтал ядролар және вегетативті ядролар деп сол кезде сөз айтатын боламыз. Қимыл ядролар, яғни бізде жұлынның алдыңғы мүйізінде де орналасуы мүмкін. Себебі бағана айтып өткенімдей бізде бұндай жұлын нервтерде бар. Жұлын нервтерінде осындай тоже қимыл нейрондары болатын болады. Енді әрі қарай бізде сезімтал нейрондар ганглия спиналияда түзілетін болады. Сол секілді бізде ядролар түрінде орналасады. Вегетативтік нейрондар бізде жұлынның бүйір мүйізінде орналасады, және де жалпысының өрімдерде орналасатын болады. Солайша бізде осы нервтердің талшықтары шығады. Талшықтары шығып бізде осындай нелер түсетін болады, нерв талшықтарын. Ол яғни қимыл, сезімтал, вегетативті, яғни сәйкесінше осы нейрондардан шыққанына байланысты. Қимыл талшықтары аты айтып тұр, сомалық бұлшықеттерді жүйкелендіреді, нерв ұштарымен аяқталады. Сезімтал талшықтар әртүрлі рецепторлардан басталатын болады. Осы бізде ерекшелігі. Яғни бізде сомалық, яғни біздегі эфференті талшықтар мидан импульсті жеткізетін болса, сезімтал талшықтар бізде импульсті рецепторлардан миға қарай жеткізетін болады. Мысалға, қазір біз осы иіс сезу жүйкесі туралы сөз қозғағанда айтатын боламыз. Иіс сезу жүйкесі мысалға бізде таза сезімтал нерв болып табылады, және де ол бізде импульсті осы мұрында орналасқан иіс сезу аймағындағы рецепторлардан қабылдап, оны миға қарай жеткізетін болады. Яғни ол кезде бізде уже керісінше жүреді. Яғни бізде ол тесік арқылы бас сүйек қуысына кіреді, бас сүйектің белгілі бөлігі арқылы миға кіреді, солайша мидың белгілі бір бөліміне барып аяқталатын болады. Вегетативтік талшықтар ол ішкі ағзаларға, қан тамырларға, тері туындыларына, бездерге, яғни парасимпатикалық, симпатикалық талшықтары тарайтын болады. Енді біз әрі қарай жалғастырайық. Жалпы енді біз бағана айтып жатырық, сезімтал жүйкелер, қозғалтқыш жүйкелер, аралас жүйкелер деп. Енді біз солардың ішінде қарастырып өтетін болсақ, сезімтал жүйкелерге бізде соңғы жүйке нервус терминалис, иіс сезу, 2, 3 және 7-ші есту теңгеру жүйкелері жататын болады. Яғни иіс сезу, көру, есту, яғни ол бізде сезім жүйкелері, яғни ол қабылдайды. Ал қозғалтқыш жүйкелерге бізде, яғни эфферентті жүйкелерге, оларға бізде 3-ші, 4-ші, 6-ші және 11-ші, 12-ші жүйкелер жататын болады. Олар бізде көлденең жолақты бұлшықеттерді жүйкелендіріп, оларға импульсті жеткізу қызметін атқаратын болады. Аралас жүйкелер, бұл жүйкелердің құрамында бізде сезімтал талшықтар, қозғалтқыш талшықтар болуы мүмкін. Оларға бізде 5-ші, 7-ші, 9-шы, 10-шы жүйкелер жататын болады. Сондай-ақ бізде парасимпатикалық, яғни талшықтары бар жүйкелерге 3-ші және де
7-ші, 9-ші, 10-ші жүйкелер жататын болады. Сосын сіздерде осындай мидың бөлімдерін миды беріп қойып, осы мидағы олардың орналасуы туралы сұрақтар болуы мүмкін. Яғни суретін салып бер. Немесе осындай деп апайларын сұраған кезде айтасыздар, міне қараңыздар. Осылай мидың суретін саласыздар, одан кейін барып жоғарыдан төменге қарай бірден бастап төменге қарай түсесіздер. Мысалға, бірінші нерв иіс сезу нерві, көру нерві, глазодвигательный, яғни көз қозғалтқыш нерві. Одан кейін барып бізде уже 4-ші нерв, 5-ші нерв, міне мынаяқтағы троичный нервтер кетеді. Одан кейін барып әкетуші нервтер былай төмен қарай кете беретін болатын. Лицевой бізде 7-ші нерв тұр мынаяқта. Яғни осының сіздер суретін салуларыңыз керек болады. Яғни олардың бізде осы мидағы орналасуларының бір несі болып табылады, ерекшелігі болып табылады осы сурет. Енді әрі қарай кеттік. Бірінші, яғни ең бірінші емес, даже 0-ші жұп ми нерв, немесе нервус терминалис деп атайды. Нервус терминалис, яғни соңғы жүйке. Нервус терминалис ол бізде жалпы функциясы особо қатты анықталмаған, бірақ адам организмінде бар бір нервтердің бірі болып табылады. Бұл нерв жалпы бізде иіс сезу нервісімен бірге жүретін болады, және де бұл нерв бізде феромондарды қабылдайды деген бір нелер бар, аты ақпараттар бар. Феромон деген андай жалпы жануарларда көп естейсіздер. Жалпы бізде осы соңғы жүйкені кесіп алып тастаған жағдайда адамда сексуальный характерлерінде өзгерістер бір байқалған деген ақпараттар да бар. Соңғы жүйкенің жалпы құрылысы туралы қарап өтейік. Бұл соңғы жүйке бізде көптеген миелинсіз талшықтардан тұрады. Олармен байланысты биполярлы және де мультиполярлы жүйке жасушаларының шағын топтары бар. Ол яғни бізде оның терминальды түйіні болатын болады. Мына жерде сіздер көріп тұрсыздар суретін, терминальный нерв 0 пара, яғни ол бізде мына жерде носонемный канал арқылы өтеді. Міне қазір айтамыз. Жүру жолы әрбір жүйке иіс сезу буылтығы бойымен медиальды өтеді. Тармақтарлы торлы сүйектің торлы табақшасын тесіп, яғни ламина криброссаны тесіп, мұрынның шырышты қабығында таралады. Алдыңғы тесіктердің зат маңында мимен байланысатын болады. Енді келесі бізде жұп ми нерві ол иіс сезу нерві болып табылады. Нервус альфакториус дейді, яғни иіс сезу нерві. Бұл бізде бірінші жұп ми нерві болып табылады. Бірінші жұп ми нерві, яғни оның құрылысы, ол 15-20 жіңішке нерв жіпшелерінен тұратын болады. Оны бізде филла альфактория деп атайтын болады. Ол бізде миелинсіз талшықтардан құралған. Яғни миелинсіз дегенде ол импульсті, демек бізде миелиндіге қарағанда нашар, яғни тез өткізбейді деген бір ақпарат болып табылады. Рецепторлық жасушалары мұрынның шырышты қабығында орналасатын болады. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай, ол бізде региоальфактория, яғни иіс сезу аймағында орналасатын болады. Сол жердегі рецепторлармен байланысып, мына жерде көріп тұрсыздар, сол жақтаған бізде импульстарды миға қарай алып келетін болады, яғни иісті қабылдайтын болады. Яғни осы жерде орналасатын болады. Енді оның жүру жолы туралы. Жүру жолы, яғни ол бізде иіс сезу жіпшелері торлы сүйектердің торлы табақшасы ламина крибросса арқылы остеус этмоидалис арқылы, яғни бас сүйек қуысына кіретін болады. Бас сүйек қуысына кіріп, ол жерде бізде иіс сезу буылтығы бульбус ольфакториусты түзетін болады. Иіс сезу буылтығы арқылы ол бізде, ол яғни бағана айтып кеткенде иіс сезу буылтығы ядро сияқты олда тоже. Иіс сезу буылтығында бізде нерв жасушаларының жиынтығы болып табылады. Оның дендриттері фила альфакториямен байланысады. Мынаяқтағы келіп жатқан, одан кейін бар осы жақтағы жатқан нервтердің аксондары. Яғни жалпы мынандай ғой, буылтықта нервтердің денесі жатады, дендриттер жатады, және де әрі қарай миға қарай кететін аксондар жатады. Дендриттері бізде мынау мұрын қуысынан келетін аксондарды қабылдап дендриттері арқылы солайша импульсті денесіне қарай жібереді. Денесіндегі импульс әрі қарай аксондарға қарай кететін болады. Иіс сезу жолын, яғни трактус ольфакториусты түсетін болады, осы нервтің аксондары. Яғни иіс сезу жолы трактус ольфакториус маңдай үлесінің төменгі бетінде орналасқан, өз жүлгесінде, яғни сулькус ольфакториуста өтетін болады. Бастапқы бөлімінде үшбұрыш пішінді
кейін жалпайып жіңішкереді, иіс сезу үшбұрышына вот жалғасатын болады. Мінекей мына жақтағы ольфакториус булб деп тұр, яғни булбус ольфакториус. Одан бізде әрі қарай жүре отыра, ол бізде неге жалғасатын болады? Міне ольфакторий тракт. Ол бізде келіп иіс сезу үшбұрышына жалғасатын болады. Иіс сезу үшбұрышында ол бізде үш будаға бөлінетін болады. Латеральды, аралық, медиальды. Яғни көріп тұрсыздар суреттерден, ол бізде міне латеральдыға кетіп жатыр, медиальдыға келіп жатыр, және де аралық тармақтарға үш тармаққа будаға бөлініп жатыр. Яғни біз олардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Яғни бізде латеральды иіс сезу будасы осы үшеуінің ішіндегі ең ірісі болып табылады, артқа және де сыртқа бағытталатын болады. Парагиппокамп аймағы ілмегінде аяқталатын болады. Талшықтардың бір бөлігі бадамша тәрізді дене корпус амиглоидеум ядросына қарай баратын болады. Суреттен көріп тұрғандарыңыздай, ол бізде мынау ядро болып табылады. Латеральный мүйіздері, осы латеральды мүйіздері бірінші бар парагиппокамп ілмектерінде аяқталады. Парагиппокамптан біз мына жақтан көруімізге болады парагиппокампты. Мына жерден көруімізге болады. Ольфакториустың бульбасы, одан кейін бар, ол әрі қарай барады. Мына жақта гиппокамп, парагиппокамп осы жақта болады. Солайша ояққа бізде латераль талшықтар кететін болады. Одан кейін барып бізде белгілі бір бөлігі корпус амиглоидеумге баратын болады. Мінекей амиглоидеус деп тұр. Осыған кетіп жатыр латеральды нелері. И бізде әрі қарай ол сол ядроларына баратын болады. Енді бізде аралық иіс сезу будасы, оның талшықтары бізде бір бөлігі өз жағындағы алдыңғы тесіктелген зат жасушаларында аяқталады. Басқа бөлігі мидың алдыңғы дәнекері арқылы қарсы жаққа қарай өтетін болады. Алдыңғы дәнекері арқылы, яғни бізде мида осы алдыңғы дәнекер осы нервтердің қарама-қарсы жаққа өтуін қамтамасыз ететін болады. Яғни бізде алдыңғы тесіктелген зат жасушаларының аксондары ламина пелюсида арқылы күмбезге қарай бағытталады. Кейін фимбра гиппокампи бойымен гиппокампқа қарай жететін болады. Мінекей сіздер оны негізі мына жерден де көруге болады. Мына жерде сіздерде жақсы сурет берілген, осы скриндап алыңыздар, сіздерге керек болады. Осы жерде біз 15 саныменен көруімізге болады иіс сезу баданасы, ол жерде енді бултығы, переводтан қате кетіп отыр. Осы иіс сезу бултығы бізде әрі қарай иіс сезу жолына барады, иіс сезу тракты. Одан кейін алдыңғы тесіктелген зат арқылы сол жерде неге қарай өтетін болады? Ламина пелюсидаға қарай бағытталатын болады. Ламина пелюсидаға қарай бағытталып, ол әрі қарай бізде қайыққа қарай бағытталады. Ол бізде әрі қарай барып, фимбра гиппокампиға барып, гиппокампқа қарай жететін болады. Алдыңғы комиссура, үш санымен бізде алдыңғы комиссура көрсетілген, осы алдыңғы комиссура арқылы қарама-қарсы аймағына қарай өтетін болады. Медиальды иіс сезу будасы. Медиальды иіс сезу будасы ол ми сыңарларының медиальды бетіне сүйелді дене тұмсығының астына қарай бағытталатын болады. Мына жерден суреттерден көріп тұруларыңызға болады, яғни ол бізде медиальды сүйелді денеге қарай, яғни корпус коллосумға қарай бағытталып жатыр. Септум пелюсидум арқылы немесе прозрачная перегородка дейді, сояққа қарай баратын болады. Сол септум пелюсидумнан кейін ол бізде әрі қарай неге қарай баратын болады? Форникске қарай баратын болады. Форниксті көріп тұрсыздар суреттен. Форникс және де фибра гиппокампи бойымен гиппокампқа қарай жететін болады. Сондай-ақ олардың басқа бір бөліктері, бағанағы стриа лонгитудиналис медиалис дегеніміз осы медиальды иіс сезу будасы ғой. Яғни, қате кетті. Стриа лонгитудиналис медиалистің құрамында, яғни ол мидағы стриялар болып табылады, яғни стриялар жалпы, қазақшасын ұмытып тұрмын кішкене. Осы стриа лонгитудиналис медиалистің құрамында гирус фасциоляриске және де гирус дентатус арқылы гиппокампқа жететін болады. Жалпы ақыр аяғында барлығы гиппокампқа қарай баратын болады. Демек бізде гиппокамп осы иіс сезу орталығы болып табылатын болады. Осы жерде иіс сезу несі жүзеге асатын болады. Осы суреттен де көрулеріңізге болады. Иіс сезу нервісі зақымдалулары туралы сіздерге қысқаша ақпарат беріп өтейін. Яғни иіс сезу нервісі зақымдалған кезде, иіс сезуін тексеретін кезде бізде кофені беріп көреді, және де басқа да бальзамдарды, сабынның иісін беріп көреді адамның иіс сезуін тексеру үшін. Бірақ та адамға бізде нені бермейді?
нашатырды бермейтін болады иіс сезуін тексеру үшін, өйткені нашатыр бізде үшкіл нервті белсендіретін болады. Яғни иіс сезу нервісінің зақымдалуы кезінде осындай бізде жүзеге асырылатын болады. Иіс сезудің зақымдалуы анасмия деп аталатын болады. Анасмия деген толық жойылуы иіс сезудің, гипосмия деген иіс сезудің төмендеуі, парасмия деген иіс сезудің дұрыс емес қабылдау, яғни басқалай қабылдау, какосмия оның жағымсыз иістерді оның источнигі, яғни көзі болмай-ақ, мысалға сенің нормально бір таза комнатада отырсың, бірақ та жағымсыз бір иіс сезіп отырсың, осы бізде какосомия деп аталатын болады. Яғни бізде ламина крибросада өткен кезінде, осы ламина крибросаның сынуы кезіндегі травмалардың кезінде болуы мүмкін осы иіс сезудің жоғалуы. Маңдай бөлімінің, яғни маңдай бөлімінде орналасып жатыр, сол маңдай бөлімінің опухольдары кезінде болуы мүмкін, жалпы инфекциялар кезінде болуы мүмкін. Анасомия мысалға бізде Паркинсонның және де Альцгеймердің ерте белгілерінің бірі болып табылуы мүмкін деген бізде ақпараттар бар. Жалпы осыменен біздің видео сабағымыз аяқталды. Яғни мен видео сабақтың барысында латыншаларын дұрыс айтпай кетсем, оны дұрыстап жазып кететін боламын. Жалпы бізде осымен иіс сезу нерві және де терминальды нерв аяқталды. Жалпы видео сабақ түсінікті болса, лайк жазып, комментарий жазуды ұмытпай кетпеңіздер, себебі сіздердің қолдауларыңыз видео сабақтардың ерте шығуына әсер ететін болады. Жалпы осыменен сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше қош сау болыңыздар.